Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін AutoCAD бағдарламасын жазуды көрсетемін. Компьютерге орнатуды. Так, менде файлдар былай тұр. Autodesk AutoCAD 2018. Сіздерде мұндай көрсетпеуі мүмкін, өйткені формат ISO файл. Diamond Tools деген бағдарламаны орнату керек мынайда. Менде уже орнатылған, сондықтан оны сразу көрсетіп тұр. Diamond Tools деген образды дисководқа салған сияқты. Дискпен салған сияқты. Барлық программа бағдарламаларын керектің бәрін видеоның астында ссылкада тұрады. AutoCAD-тан бастаймыз. Екі рет бастық и образ создать етіліп жатыр. Как будто диск салған сияқты болды. Басамыз. AutoCAD бағдарламасын орнатып отқан кезде интернет қосылу тұру керек, өйткені бір компоненттер интернеттен өзі орнатылады. Так, ішінде crack деген файл бар. Readme деген текстовый файл ашамыз. Блокнот. Так, AutoCAD орнатуды ашты. Енді установка инструментов. Кіреміз. Инструментов и утилиты. Үш жерден екі галочканы алып тастау керек бізге. Как менеджер керек емес, лицензия менеджер керек емес. Назад. Тым установка. Так, на стопта я принимаю листы. Сосын далее. Так, офлайн хаб керек болуы мүмкін сіздерге. Керек емес. Ішінде мыналар керек емес. Exchange App Manager. Так. Керек емес. Келеміз и установить басамыз. Жаңа айтқанда интернет қосылып тұру керек. Ұзақ орнатылады 15-тен 11-ден 15-те. Так, бағдарлама орнатылды. Готово дейміз. Потом сразу интернет өшіріп тастаймыз. Өйткені бізге активация жасау керек лицензияны. Бағдарламаны басамыз. Жалпы компьютердің негізі 3D Max, AutoCAD бағдарламалар жұмыс жасау үшін мықты болу. AutoCAD-тың требованиясында қатты емес па? Процессоры хотя бы Core i5 болу керек. Абстрактік разрядная операционная система. Значит, бізге керек қалса абстрактік разрядная. Так, окей. Бағдарлама қосылған кезде бізден сұрау лицензия жасайсың ба жоқ па дейді. Абстрактік дисководтың ішінде crack деген папка бар, соның ішінде абстрактік crack например приложение. Соны копировать етіп, рабочий столға бір жерге сақтау.
Так, ввести серийный номер. Осыны бірінші табамыз. Бірінші рет автокад қосқан кезде осыны ввести серийный номер. Бастап. Так, лицензирование Autodesk. Autodesk. Принимаем. Дальше. Активировать деп басамыз. Серийный номерден нолдап баптың ішінде жазып тұр. бір деген. Продукт мына кодты қоямыз. Копировать етеміз просто. Ctrl ставить. Далее. Автономный запрос активация. Осыны іздейміз. Далее дейміз. Бізге мындай код шығарып тұрады. Осыны копировать етіп аламыз. Закрыть дейміз. Так получается. Қайтадан автокад қосамыз. Негізі автокадпен 3D Max қойып отқан кезде желательно компьютерді бір переустановка жасап тазалап қайтадан қойып сосын барып қойған дұрыс. Бағдарламалар өте серьезный, ауыр. Алдын тұрған мәселелердің бәрін жойып тастап қайтадан қою керек. Активировать басамыз. Далее. Так, у меня есть код активации. Келесі кезекте на крекнутую программаны запуск администратора бастайды. Мышканы оң жағына басып, запуск от имени администратора обязательно порядке, әйтпесе жұмыс жасамауы мүмкін. Патчты басамыз. Патч болды деп айтады. И осы жерден мына кодты копировать етеміз да мұнда қоямыз. Потом генерация жасаймыз. Мына кнопканы басамыз. Y бассақ выделителет, копировать етеміз. И мына жаққа тастаймыз соны. Далее дейміз. Лицензия активна. Болды, бітті. Автокадты смело қолдануға болады. Готово.